Үй жағдайында бит күтімін қалай жасаймыз? Сәлем қыз-келіншектер. Менің есімім Шаңда Ақжүніс Мейрамбайқызы, мен акушер-гинеколог, косметолог дәрігермін. Біз бүгінгі тақырыпта жалпы бит күтімін үй жағдайында қалай жасауға болады, косметикалық өнімдерді қалай таңдаймыз, сол туралы толығырақ мәлімет айтатын боламыз. Сондықтан осы видеоны соңына дейін тыңдаңыздар. Егер сізге бұл видео пайдалы болса, міндетті түрде лайк басыңыз, ұнаса өздеріңіздің достарыңызға, құрбы қыздарыңызбен бөліссеңіздер болады, және де менің каналыма тіркеліп осындай видеоларды, обзорларды жіберіп алмас үшін колокольчикті баса кетіңіздер. Ал кетті қыздар, жалпы бет күтімінің негізі ол неден басталады? Ол сіздің бет күтімін дұрыс таңдауыңыздан, яғни косметикалық өнімдерді дұрыс таңдауыңыздан, және де тұрақтылық дегеніміз, бұл күтімді сіз қалай жасау керексіз? Күнделікті. Тісіңізді қалай жуасыз? Бет күтімінде солай жасауыңыз қажет. Если иногда прям ерініп қалсаңыз, простительно, 1-2 раза, да, бір айда 2 рет, 3 рет мысалы жүріңіз. Но егер постоянно ондай болатын болса, онда мынаны біліңіз, сізде ешқандай да эффект болмайды, күтіміңіз дұрыс болмауы мүмкін. Және де сізде бет күтімі тек қана уходқа ғана байланысты емес, бұл жерде сіздің өзіңіздің әртүрлі ауруларыңызға байланысты. Мысалы, қосымша өт толуы деген сияқты әртүрлі проблемалар, например, жүктілік деген сияқты қазіргі жағдайларыңыз болатын болса, сонымен қатар асқазан ішек жолдарымен қандай да бір проблема, гормондармен қандай да бір проблема болып жатса, ол да сіздің бет күтіміңізге қосымша әсер етеді, да. Бірақ та сіз тек қана ішкі организмді емдеп қана қоймай, сонымен қатар сыртқы бет күтіміңізге тоже мән беруіңіз керек. Себебі кейбір қыз-келіншек тек қана асқазан ішек жолдарын ғана емдеп қойып, ешқандай да күтім жасамайтын болсаңыз, онда әжім болсын, пигментация болсын, все равно пайда болады, Оның негізін қазір мен сіздерге түсіндіріп айтатын боламын. То есть бұл жерде ішкі ағзаларды реттеп қана қоймай, сыртқы күтімге де мән беру керек. Және де бұл жерде сыртқы күтімді де таңдау өте маңызды. Себебі мысалы кез келген блогерлар, мысалы бьюти-блогерлар сізге рекомендовать еткен гидрофильное масло, например, или тоник болсын, или чудо-крем, сыворотка болсын, ол барлық қыз-келіншектерге келе бермейді. Себебі әркімнің өзінің бет типі және де бет типінің жағдайы болады. Яғни состояние кожи да әртүрлі әркімде, ең бірінші кез келген сіздер уходты таңдамас бұрын, сіз өзіңіздің бет типіңізді білуіңіз қажет, Бет типі қандай болады? Ол комбинированный, яғни аралас бет терісі, майлы бет терісі, қалыпты бет терісі және де құрғақ бет терісі болады. Ал мысалы пигментация, купероз, сонымен қатар жаңағыдай құрғақтық, то есть обезвоженность кожи, да, яғни сусызданған тері деп айтамыз. Прыщики, да, например, әртүрлі, олардың барлығы состояние кожи деп аталады, Соответственно, бет күтімінде соған сәйкес болу керек. Сонымен қатар тағы бір нәрсе, айта кететін нәрсе, бет күтімін таңдағанда, мысалы, көптеген косметикалық өнімдердің сыртында жазулы тұрады, например, антиакне, құрғақ бет терісіне арналған, немесе жаңағыдай сезімтал бет терісіне арналған, сонымен қатар жаңағыдай майлы бет терісіне арналған деп тұрады, бірақ на самом деле оның құрамы оған сәйкес келмеуі мүмкін. То есть сондай өнімдер қазіргі уақытта рынокта өте көп, ол маркетинг деп аталады көбінесе, оған жаңағы аса мән берудің қажеті жоқ. Себебі кейбір жағдайларда болады антиакне деп жазылып тұрғанмен, ол ешқандай сіздің прыщиктерді кетірмеуі мүмкін составы. То есть бұл жерде ең маңызды нәрсе ол не? Ол состав, то есть құрамына қарай таңдай білулеріңіз қажет. Жалпы негізі бет күтімі, енді негізінде тоқталатын болсақ, бет күтімі 2 этаптан тұруы тиіс. Ең бірінші бұл не? Ол гидрофильное масло, немесе шербетпен тазарту, екінші умывалка. Умывалка ол гель для умывания, пенка для умывания, немесе молочко для умывания болуы мүмкін. Неге 2 этаптан тұрады? Қазір мен оны сіздерге түсіндіретін болам. Мына жерде мен сіздерге баночкаларды көрсетіп отырамын. Қазір бұның барлығын қазір қолданып жатқан жоқпын мен, себебі бұлардың барлығы пустой баночкалар. Ішінде тек бір-екеулер өзімнің қолданып жүргендерім. Мен себебі өзімнің қолданған, осы біраз уақыттардан бері қолданған баночкаларды лақтырған жоқпын, чтобы сіздерге толыққанды обзор көрсету мақсатында, Енді қараңыздар, гидрофильное масло ең бірінші этап.
бұл нені тазарту үшін қажет? Біз мысалы күнделікті сыртқа шығамыз, енді үйде отырмаймыз ғой күні бойы. Кейбір енді үйде отыратындар болса, онда оған қазір бөлек айтатын боламын. Далаға шығасың, сыртқа жүресің, далада жүресің, например, бір жерлерге барасың, тоналка жағасың, SPF крем жағасың. Соның барлығын дұрыс түрде тазарту үшін міндетті түрде гидрофильное масло немесе шербет қажет. Негізі қазіргі уақытта мицеллярная вода қолдануға болады. Мен мысалы өзім бірақ қолданбаймын. Қазіргі таңда косметологтардың көбісі қолдануға болады дейді, кейбіреулер қолдануға болмайды дейді. Мен өзім лично қолданғым келмейді, себебі оның құрамындағы мицелла біздің не только жаңағы SPF крем, тоналка соларды тазартып қана қоймай, сонымен қатар өзіміздің табиғи гидролипидный мантиямыз бар, соны сонымен де тазартып жіберіп, соны бұзуы мүмкін. Сондықтан мен лично өзім рекомендовать етпес едім. Оның орнына жұмсақ түрде тазалайтын бізде гидрофильді май және де шербет қолдануға болады. Жалпы гидрофильді май қалай жұмыс жасайды? Ол подобная растворяция в подобном деген мақсатта жұмыс жасайды. Себебі оның құрамында өзінің гидрофильдік майлардың гидрофобный және гидрофильный частьтары болады. Ол бізде майды ерітуге көмектеседі, дұрыс түрде тазалайды. Прям SPF кремнен, тоналкадан. Сіз умывалкамен, кейбір қыз-келіншектер бар, умывалкамен ғана тазартып жүреді жаңағы макияжды, болмаса жаңағы SPF кремді. Ол толыққандай ешқандай да тазартпайды. Все-таки қалып кетеді остаткалар, и потом сіздің порыларыңызды забивать етеді. Сосын сіздер айтасыздар, крем, сыворотка маған көмектеспей жатыр деп. Конечно, ол сізге көмектеспейді. Ешқандай да чудо крем 50 мың теңге, 40 мың теңгенің кремі сіз мына бетіңізді дұрыс тазартпай, ол сізге ешқандай да эффект бермейді. Түсініңіздер ғой? Енді қараңыздар, менде мына жерде гидрофильное маслоны бірнеше түрлері көрсетілген. Вот смотрите, қазіргі таңда мен өзім қолданып жүрген мынау Huxley, бұл Корей фирмасынікі. Не обязательно Корей фирмасыныкін қолдануы, бірақ та мен желательно өзім рекомендовать етер едім корейский фирмалардың қолданыңыздар, себебі олардың көбісі мысалы миллилитрі өте жоғары және де ұзақ уақытқа жетеді. Қанша бір мысалы 5-6 мың теңгеге гидрофильное масло алсаңыз, ол сізге миллилитрі үлкен болса, сізге объемы өте ұзаққа жетеді. 5-6 ай, 4-5 ай қолдануыңыз мүмкін. Ал мысалы менде сіздерге бюджетный көрсетем. Бюджетный ол сіз аз уақыт қолдануыңыз мүмкін. Мысалы, мен мына жерде 4000 теңгелік гидрофильное масло, натуральная косметика өнімдері Мика деген. Тоже жақсы, да, 4000 теңгеге аласың, бұл бірақ аз уақытқа жетеді. То есть сіз бұл жерде енді өзіңіздің бюджетіңізге қарай таңдаған дұрысырақ. Мен жалпы кейінгі тақырыптарда бюджетті косметика өнімдерін қалай таңдауға болады, сол туралы кейін айтатын боламын. Мысалы, мына жерде менде Мико фирмасынікі бірнеше түрі бар менде гидрофильное маслоны. Бірақ мен бұларды қолданып тастағанмын. Бұл пустой баночкалар. Вот, например, здесь у меня вот Мико фирмасынікі бар, сонымен қатар Маньо фирмасынікі бар, өте ұзаққа жететін, Аравия фирмасынікі бар, арзан болғанымен, то есть бұл аз уақытқа жетеді. Сонымен қатар бізде мынандай шербет бар. Шербет тоже таңдау өте маңызды. Здесь кокосовое масло бар. Енді кейбір қыз-келіншектерде кокосовое маслода аллергия болуы мүмкін, пораларды забивать етуі мүмкін, осындай шербет қолдансаңыздар да болады. Сонымен қатар, енді түсініңіздер ғой, гидрофильное масло обязательно қолданасыздар, таңертең кешке қолдансаңыздар да болады. Таңертең кей жағдайда егер түнде дұрыстап тазалап жатсаңыздар, таңертең гидрофильное масло қолданбай қойсаңыздар болады, бірақ умывалка обязательно таңертең қолданасыз. Себебі неге? Біздің кожамыз түнде де жұмыс жасайды. Бізде себум түнімен тоже бөлініп шығады. Сондықтан міндетті түрде утром обязательно умывалкамен жуасыздар. Гидрофильное масло обязательно кешке SPF кремнен, тоналкадан, шаң тозаңнан барлығын міндетті түрде тазартып отырасыздар. Енді екінші, бізде бұл тазартудың екінші табы умывалка. Умывалка ол пенка для умывания, гель для умывания, немесе молочко для умывания болуы мүмкін. Жалпы умывалканы тоже өзіңіздің бет типіңізге сәйкес міндетті түрде таңдау керек. Оны қалай таңдау керек, мен оны тоже бөлек видео түсіретін боламын, умывалканы қалай таңдауға болатындығы туралы. Енді қараңыздар, себебі умывалканы таңдаудың өзінің тоже жолдары бар. Себебі кейбір умывалкалар жесткий болуы мүмкін, наоборот сізге көмектесудің орнына керісінше кері әсерін беруі мүмкін, наоборот прыщиктерін көбейіп кетуі мүмкін,
менде мына жерде умывалканың тоже бірнеше түрлері бар. Мынау менде Icon Skin фирмасы, вот этот бюджетный варианттағы умывалкалар, Альготокс, Медипилка, Аравянка. Мынау жесткий умывалка. Бұны сіздерге тоже умывалканы таңдаған кезде түсіндіретін боламын, иә. Міндетті түрде умывалка таңертең кешке қолданасыздар. Потом бірінші этап жаңа айттым, иә, демакияж, потом тазарту. Тазарту екі этаптан: гидрофильное масло және де умывалка. Потом үшінші бізде бұл тоник. Тоникті тоже обязательно қолданасыздар, себебі бұл беттің pH-ын ретке келтіреді. Және остатки бар, ол жаңа макияждан тазарттыңыз ғой, умывалка, гидрофильный, соларды тазартуға көмектеседі. Тониктің тоже қалай таңдауға болады, соны сіздерге тоже бөлек тақырыптарда айтатын боламын. Мына жерде менің бірнеше тониктер бар. Тониктердің әртүрлі кислотный тониктер болады, иә. Сонымен қатар PD деген нәрсе бар. Қазір көрсетемін сіздерге, бір минут. Вот, PD деген нәрсе бар. Бұл арнайы ватный дискіларға малынған, как бы тоник деп айтсам болады. Арнайы дайын тұрған жаңағы PD-лар, тоже сіздерге потом суреттерін көрсететін боламын. Осылай қолдануға болады тониктің орнына, иә. Тоник тоже кислотный тоникті қолдану, ол көбінесе майлы комбинированный кожалар қолданса болады, және де пигментациясы барларға тоже қолдануға болады. Бірақ кислотный тониктерді абайлап қолдану керек. Аптасына бір 2 рет 3 рет қолдану арқылы жайлап уходқа кіргізу керексіздер. Егер кислотный нәрсені кислотный өнімдерді бұрынғы уақыттарда қолданып көрмеген болсаңыздар. Одан кейінгі этап бізде бұл увлажнение, немесе сізде қандай да бір проблема болатын болса, пигментация, купероз, әжім деген сияқты да, акне болсын, я, соған байланысты өзіңізге қажетті сыворотка немесе крем қолдануға болады, я, немесе эмульсия болсын. Менде мына жерде бірнеше түрлері көрсетілген. Мен бұрын мысалы пигментация болған кезде мынандай витамин С-лар қолдандым. Аскорбиновая кислота, Timeless-тікі бар, сонымен қатар Wish Trend фирмасының бар. Мен бұларды жеке-жеке сіздерге айтатын боламын. Неге толық айтпай жатырмын? Себебі это у нас основа, да, бүгінгі бит күтімі қалай болу керек, сол туралы айтып жатырмын. Мысалы мына жерде крем, здесь у меня сыворотка с ниацинамидом, да, с цинком противовоспалительный. Мына жерде ретинол, серум, да, сонымен қатар антиакне крем сывороткасы. Бұның көбісін мен қолданып тастағанмын. Это у меня пустойлары, я, кейбіреулерін мен сіздерге потом көрсететін боламын. В общем, это самое главное, это увлажнение или қандай да бір проблеманы күресуге арналған крем немесе сыворотка. Потом самый главный, это у нас күннен қорғану. Вот, SPF кремдер. Менде SPF кремдердің бірнеше түрлері бар. Қазіргі уақыттан таңда мен мынаны қолданамын. Сьюскин фирмасыныкін, және де вот у меня вот санскиллер менің өте қатты жақсы көретін, себебі бұлар қатты выбеливать етпейді, яғни тәлік сияқты қалдырмайды, аппақ болып тұрмайды бетін, және де легкий прям, да, водянистый, жақсы сіңіп тұрады. Кейбір SPF кремдер болады, кәдімгідей бетінді аппақ болып тұрады, және де бетінде тяжеловато болып тұрады, яғни утяжелять етіп тұрады, ауыр нәрсе тұрған сияқты болып чувствовать етіледі, да. SPF кремдерді тоже таңдау өте маңызды. Неге SPF крем қолдану керек? Сіздер күні бойы, яғни сонымен қатар жыл бойына қолдану керексіздер. Мысалы, кейбір қыз-келіншектер тек қана жаз мезгілінде қолданып жатады ғой. Тек қана жаз мезгілі емес, қыс болсын, жаңбырлы болып тұрсын, күн бұлтты болып тұрсын, обязательно қолданасыз. Себебі бізде күн сәулесінен түсіп тұратын арнайы сәулелер бар. UVA сәулелер, UVB сәулелер. Себебі ең опасный UVA сәулелер. Себебі ол UVA сәулелер жыл мезгілі бойына, жыл бойына түсіп тұрады. Мысалы, мына күн шығып тұрса, обязательно, күн бұлтты болып тұрса да, сізден далада жүрсеңіз, немесе терезе ашық тұрса, обязательно түседі. Ол неге әкелуі мүмкін? Ол бізде фотостарениеге әкеледі. Фотостарение деген, то есть әжімнің түсуіне алып келеді, күннен пайда болатын, иә. Сонымен қатар бізде фотостарениеге әкеледі, және де UVB сәулелер загарға алып келеді, загарға және де күннің күйеуге алып келеді. Сондықтан міндетті түрде обязательно SPF крем қолданасыздар, иә. То есть, яғни әжім түспесін десеңіздер, міндетті түрде жыл мезгіліне қарамастан SPF кремді всегда жағып жүресіздер. SPF кремді күнге шықпас бұрын 15 минут бұрын, 20 минут бұрын қолдану керек. Және де бұлардың негізі эффектісі әрі кетсе бір 2-3 сағатқа ғана жетеді. Кейін обновлять етіп отырған дұрыс. Міндетті түрде арнайы SPF пудралармен обновлять етсеңіздер де болады. SPF спрейлер бар арнайы қолданатын, солармен как бы обновление жасап отырсаңыздар да болады. То есть, сіз әжім түспесін десеңіз, міндетті түрде. Сосын пигментация, яғни бетте пигментті дақтар пайда болады ғой, солардың тоже
егер асқынып кетеді, қандай да бір мысалы сіз сыворотка қолдануыңыз мүмкін ғой, пигментацияға арналған, соны қолданғаныңызбен егер вдруг үстінен SPF крем жақпасаңыз, бәрібір пигментация наоборот керісінше күнге шықсаңыз көбейіп кетуі мүмкін. Сонымен қатар әртүрлі кислотный ретинол, сыворотка мысалы да, сондай кислотный нәрселерді, ретинолды қолданатын болсаңыздар, обязательно күннен қорғанатын SPF крем міндетті түрде жағасыздар, себебі олар күн сәулесіне өте сезімтал болады. Наоборот, сіз жақсы эффект аламын деп жаңағыдай керісінше эффект алуыңыз мүмкін, егер SPF крем жақпайтын болсаңыздар, иә, түсініңіздер ғой. Осы негізі. Сонымен қатар қосымша бет күтімі деген нәрсе бар. Ол қосымша бет күтіміне не кіреді? Аптасына мысалы 2-3 рет маска қолдануға болады, маска қолдануға, пилинг, скатка, гамаш қолдануға болады. Менде мына жерде бірнеше түрлері көрсетілген. Сонымен қатар мынандай энзимный пилинг қолдануға болады, то есть это энзимный пудра, аптасына 2-3 рет қолдансаңыздар да болады. Жалпы энзимный пудра туралы мен сіздерге кейін айтатын боламын толықтай. Жалпы бет күтімнің негізі осы, основа всего этого. То есть это гидрофильные масла, демакияжға арналған, умывалка, то есть тазарту, одан кейін тоник, тонизация, және де увлажнение, және қандай да бір проблемалармен жұмыс жасауға арналған крем, сывороткалар, және де SPF крем обязательно всем. Қыздар, менің бүгінгі видеом сіздерге пайдалы болса, міндетті түрде лайк басыңыздар, сұрақ болса комментарийде сіздерді күтемін.